Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы. Бұл поэмада бір жанұяның жалғыз баласы ауыр сырқатпен сырқаттанып қалады. Тәуіп шал баланы тек аққудың қанатымен аластаса ғана дертінен айырылады деп айтады. Әкесінің аққуды өлтіруге дәті бармағандықтан, оның орнына анасы мылтығын алып, қасиетті аққулар мекендейтін көлге барады. Көлге келгенде ананың қолындағы мылтығы абайсызда атылып қалады да, мылтықтың оғы аққуға тиеді. Шуды естіген қарт жылқышы көлге қарай келеді де, аққу өлтірген анаға ақыл береді. Қалай болса да ана аққуды үйге әкеледі. Алайда үйге қайтып оралғанда баласының қайтыс болғанын түсінеді. Сол кеткеннен мол кеттім, оралмадым, жерді аңсаймын, жалғыз-ақ сол арманым. Қиын екен, қимасың екі бірдей, көз алдыңда ғайып боп жоғалғаны. Көрдің бе, бір-біріне дөп келуін, бір қырсықпен шектелуін. Баламай, мынау өмір дарияның, білмейсің қайда екенің өткелінің.